Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Құрметті жамаат, сіздермен біз өткен жолы имам Науи жайында айттық, рахимахулла, алла рахмет етсін. Одан кейін кітаптың жазылу мақсатын айттық, хадис деген нәрсені айттық, сүннет деген нәрсені айттық. Сөйтіп имам Науидің ең алғаш келтірген хадисімен бастадық, амалдар ниеттерге байланысты деген хадисті бастаған болатын біз. Өткен сабақтан сұрақтарыңыз бар ма? Мен мына тұсын ұқпай қалдым деген. Амалдар ниеттерге байланысты деп соның үшіншісін айттыңыз ғой? Біріншісі сол қабыл болады, амалдар ниеттерге байланысты. Екіншісі шариғи тұрғыдан дұрыс болады, қабыл болады. Аллах тарапынан сауап беріледі. Соның үшіншісі қалай айтсаңыз? Үшіншісі кез келген амал қандай да бір мақсатпен жасалады, ниетпен жасалады. Яғни амалдар ниеттерге байланысты. Мағына кез келген амал қандай да бір ниетпен жасалады. Хадисті бір не қылайық, бір оқиық, содан кейін қайтадан кірісеміз. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Риуаят момындардың әміршісі халифасы Омар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан былай дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның былай деп айтқандығын естіген едім. Иннамал а'малу бинният. Шын мәнінде амалдар ниеттерге байланысты. Ва иннама ликулли имри'ин ма нава. Және әрбір кісіге тек ниет еткен нәрсесі ғана бұйырады. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Кімде-кімнің хижреті, яғни Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы Алла мен оның пайғамбары үшін болса, оның хижреті Алла және оның пайғамбары үшін болмақ. Яғни соның несін алады деген сөз? Сауабын алады. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. Ал кімде-кімнің хижреті Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы дүниелік нәрсе үшін болса, ол оған қол жеткізеді. Ау имраатин янкихуха. Әйел үшін хижрет етсе, ол оған некелеседі, үйленеді. Фахижратуху иля ма хаджра илейх. Оның хижреті сол хижрет еткен нәрсесіне байланысты болады. Яғни оған хижреттің сауабы берілмейді. Хадисті риуаяткен имам Бухари мен имам Муслим рахимахумулла, Алла тағала екі имамымызды рахметсін. Біз өткен жол айттық. Бұл хадис ислам дініндегі ең үлкен орны бар хадистердің біреуі деп айттық. Бұл хадистің артықшылығына айтылған бірнеше ғалымдарымыздың несі бар? Сөзі бар. Мысалы, имам Абу Дауудтың сөзін айттық па? Рахимахулла не дейді? Мен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан 500 мыңға жуық хадис жаздым. 4800-ін мына жазайын деп отқан кітабыма түсіргелі отырмын. Сол 4800 хадистің ішінде мұсылманға жеткілікті ретінде 4 хадис көріп тұрмын. 4-еу бақ. Біреу амалдар ниеттерге байланысты деп басталатын хадис. Екіншісі, кісінің мұсылманшылдығының белгісі өзіне қатысы болмаған істі тәрк ету деген хадис. Үшіншісі, ешбір мұъмин өзіне разы болған нәрсесі мұсылман бауырына разы көрмейінше мұъмин болмайды деген хадис. Төртінші хадисіміз халал белгілі, харам белгілі, ортасында күмәнді нәрселер деген деп басталатын хадисі бар. Халал белгілі нәрсе, харам белгілі нәрсе, ортасында күмәнді нәрселер деп басталатын бір хадисіміз бар. Осы 4 хадисі не деген? Абу Дауд не деп айтқан? Бір мұсылман адамға жеткілікті деген. Егер санаңда сәуле болса, мұсылманшылықты ұққың келсе. Сондықтан не деген имам Абу Дауд бұл хадис діннің 4-тен 1 бөлігі деген. Себебі әлгі шынымен солай ғой. Бірінші ниет бар, одан кейін халал харам нәрселер бар, істеуіміз керек болған нәрселер. Одан кейін мұсылман бауырымызға жақсы көру нәрсе бар, ол міндет. Төртіншісі не? Төртіншісі өзіне қатысы болмаған нәрсені тәрк ету. Яғни пайдасы жоқ, дүниесіне яки ақыретіне пайдасы жоқ іспен айналыспа. Түсінген адамға бұл 4 хадис не? Жеткілікті. Демек бұны не деп айтты бұл кісі? 4-тен 1 деп айтты. Енді кейбір имамдарымыз не дейді? Жоқ, бұл хадис мұсылманның діннің 3-тен 1 бөлігіне жатады. Қай тұстан? Себебі мұсылман жасайтын іс-әрекеттер 3-ке бөлінеді.
Я мұсылман бір әрекетін тілімен жасайды, я болмаса ағза мүшелерімен жасайды, аяқ қолымен, 3 жүрегімен жасайды. Сондықтан не діннің 3-тен 1 бөлігі деп айтқан ғалымдарымыз бар. Сонымен мен сіздерге өткен жолы айттым. Біздің мұсылман ғалымдар, жалпы мұсылмандар бұл хадисті 2 тұрғыдан қарастырған. Біреуі шариғи амалдар тұрғысынан қараған. Шариғи амалдар тұрғысынан. Мысалы, мен қазір қай намазды оқыдық? Ақшам намазын оқыдық. Ақшамға ақшам деп ниет етуіміз керек. Құфтан деп ниет етуге болмайды. Себебі бұл не? Ақшам намаз. Қабыл болу үшін не? Ниет шарт. Шариғи тұрғыдан. Енді кейбір бізден бұрынғы сахабалар, табиғиндар бұл хадисті айтқан кезде Алланың разылығы үшін болатын істерді көздеп айтқан. Біздің әңгімеміз бер жақтағы әңгімелер. Түсіндіңіз ба? Ақшам намазы, құтпа намазы, ниет шариғи тұрғыдан деген әңгіме айтып жатырмыз. Негізі бұл хадистің айтылу мақсаты, пайғамбарымыздың көздеген мақсаты, сахабалардың түсінгені қай істің Алла тағаланың разылығы үшін жасалғандығы, немесе басқа бір мақсатта жасалғандығы, қандай істің қабыл болатындығы Алланың құзырында, қандай істің Алланың құзырында қабыл болмайтындығы деген мәселе жөнінде айтқан. Түсінікті ма? Мынау бірінші олардың түсінген мағынасы кейінгі түсінген мағынада не тұрады? Жоғары тұрады. Себебі қиямет күні болған кезде Алла тағаланың құзырына 3 адамды алып келеді екен дейді. Әуелгісі кім? Құран кәрім жаттап, үйреніп өзгелерге үйреткен адам. Алланың құзырына алып келген кезде Алла айтады екен дейді. Ол не деп айтады екен? Я Алла, мен сенің разылығың үшін оқыдым, үйрендім, басқаға не істедім? Үйреттім. Алла не дейді екен? Өтірік айтасың. Сен пәленшенің ұлы түгенше қари екен деп айту үшін оқыдың. Жұрт та айтты сені қари деп. Жұрт айтты ма қари деп? Айтты ғой, мақсатыңа жеттің ғой. Мынаны тозақ қалып кеттіңдер деген. Мағына не? Саған берер еш нәрсе жоқ, себебі сенің мақсатың елдің көзіне түсу керек еді, не істедің? Түстің. Ел де айтты оны. Екінші кімді әкеледі екен? Екінші шахидті әкеледі екен. Шахид не деген? Мен сенің жолыңда жанымды бердім деп айтады екен. Алла не деген? Жоқ. Өтірік айтасың. Сен пәленше ұлының түгенше батыл екен, ер жүрек екен деп айту үшін жасадың. Ел де айтты. Мақсатыңа жеттің. Мынаны да тозақ қалып кеттіңдер деп айтады екен. 3. Жомартты алып келеді екен. Жомарт не деген? Байды алып келеді екен. Бай не дейді екен? Сенің разылығың үшін жұмсадым дейді. Алла жоқ. Менің разылығым үшін жұмсаған жоқсың. Сен бәленше бай екен, жомарт екен деп айту үшін істедің. Ол елде не істеді? Айтты, сондықтан мақсатыңа қол жеткіздің. Мұнда да хадиске егер мән беріп қалсаңыз, пайғамбар соны айтып жатыр. Кімнің Меккеден Мәдинаға қоныс аударуы Алла мен оның пайғамбары үшін болса, оның хижреті Алла және оның пайғамбары үшін болмақ. Ал кімнің ниеті хижрет жасаған кезде дүниелік болса, дүниелігін не істейді? Алады, бірақ хижреттің сауабынан махрұм қалады. Үйлену үшін шықса сапарға, не болады? Үйленіп сол мақсатына жетеді, бірақ хижреттің сауабын алмайды деген мағына. Енді сіздер білесіздер, Құран кәрімнің кейбір аяты мен сүрелерінің түсу себептері бар. Құран бізге бір кітап ретінде түсе салмаған. Түсіндіңіз бе? Қай 23 жыл бойы түскен. Белгілі бір уақиғаларға, белгілі бір себептерге. Мысалы, бір риуаятта еврейлер кеп не деген дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: "Я Расулалла, ей Мұхаммед, сен бізге сенің Раббыңды танышы" деген дейді. Қандай Раббың сен? Алтын ба? Басқа бір заттан ба? Алла сол кезде не түсірген дейді? Ихлас сүресін түсірген. Көрдіңіз ба? Аяттың несі бар? Сүренің түсу себебі бар. Бұл ғылым өте маңызды. Дәл сол секілді хадис ғылымында да асбабу айлм ва асбабу урудил хадис деген ғылым бар. Хадистердің пайғамбарымыздың аузынан айтылу себебін зерттейтін ғылым бар. Яғни пайғамбар отырып хадис айта бермеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам белгілі бір уақиғаларға, белгілі бір жағдайға, белгілі бір кісілерге арнап айтқан. Түсіндіңіз бе? Бұл хадисінде айтылу бір себебі бар. Абдулла ибн Масуд айтады:
біздің арамызда бір кісі бар еді дейді. Ол бір Умму Қайыс деген әйелге көңілі ауды дейді. Умму Қайыс айтты дейді, мен саған күйеуге шығам бір шартпен. Сен Меккеден Мәдинаға қоныс аударасың, хижрет жасайсың деп айтты дейді. Меккеден Мәдинаға қоныс аударасың деп айтты дейді. Сөйтіп әлгі сахаба негізінде хижрет жасау ойында болмаған. Әлгі әйел үшін не істеген? Меккеден Мәдинаға қоныс аударған. Қоныс аударғанда арабша мухаджир дейді. Мухаджирлер. Мухаджир сахабалар деп айтады сондықтан. Ансар деп оларға жәрдем бергендер дейді. Абдулла ибн Масғуд айтады дейді, біз өзіміздің арамызда әлгіні айтатынбыз, Умму Қайыстың мухаджир деп айтатынбыз. Алланың мухаджир емес, пайғамбардың мухаджир емес, Умму Қайыстың мухаджир деп айтатын дейді. Сөйтіп бұл адам сауап ала ма, алмай ма деп тұрған кезімізде үстімізге пайғамбар келіп осы хадисті айтты дейді. Түсіндіңіз бе? Хадисінде несі бар? Айтылу себебі бар. Енді бұл хадисте егер мән беріп қарасаңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хижрет туралы айтып жатыр. Хижрет дегеніміз не? Көшу, қоныс аудару. Білесіздер, хижрет деген оқиға үлкен оқиға. Мүшриктер, Меккедегі мүшриктер күн көрсетпей қойғанын не істеген? Мұсылмандар ең алғаш рет Эфиопияға көшкен алдымен. Хижрет жасаған ең әуелі Эфиопияға. Одан кейін Алла Меккеден Мәдинаға қоныс аударуға не істеген? Рұқсат берген. Хижрет әртүрлі жағдайда жүзеге асқан. Естіген шығарсыздар, не үшін хижрет болғандығын, не үшін бұл сахабалар өздерінің ата мекенін, дүние мүлкін, ағайын туысты барлығын тастап, бір Алланың разылығын іздеп Меккеден Мәдинаға қоныс аударған. Бұл сахабалар әртүрлі жағдайда қоныс аударған. Мысалы, Абу Бәкір пайғамбарымызбен қоныс аударған. Дұрыс па? Білесіздер ғой, не? Омар қалай орналасқан? Мына хадистің рауиы. Омар Меккені Қағбаның жанына келіп не деген? Ей, Мекке халқы, мен ертең кетіп бара жатырмын. Жолығатын кісі болса, бәленше сайдың басында жолығайық. Ол ашық көшкендер. Ашық. Кейбіреулер жасырын көшкен. Мысалы, басқа бір сахаба радиаллаху анху түнделеп шыққан мүшриктер біліп қойған. Артынан қуған. Артынан қуған кезде бұл үлкен садақшы екен бұл сахаба. Әлгілерге дауыстап айтқан екен, сендер маған келіп жеткенше, мен сендердің біразын жайғап үлгерем. Одан да келісейік. Менің Меккеде осындай жерде тығылып жатқан алтыным бар. Мен сендерге дәл қай жерде жатқанын айтайын, сендер мені жібересіңдер ме деген. Алларды жібереміз деген. Сөйтіп, әлгі дүние мүлігін көрсетіп, бұл арғай сапарын жалғастырған. Хижретін. Пайғамбар Мәдинада отырып не деген? Әлгі сахабаның саудасы пайдалы болды деген. Дүние мүлкін тастап кеткен. Біреулер әйел бала шағасын тастап кеткен. Хижрет біздің ислам әлеміндегі болған ең үлкен уақиғаның біреуі. Алланың разылығы үшін бір мекеннен екінші мекенге не істеген? Қоныс аударған. Бұның барлығы мен не үшін айтып отырмын? Біздің мұсылмандардың барлығы хижретті біледі. Меккеден Мәдинаға қоныс аударғанды біледі. Біледі оның барлығы. Азды көп не істейді? Біледі, хабары бар. Хижретке байланысты тағы бір нәрсе айтайын, есіме түсіп отыр. Пайғамбарымызбен бірге кім сапар шеккен? Абу Бәкір хижрет жасаған. Абу Бәкірдің көрмеген қиындығы жоқ, дұрыс па? Пайғамбарымыздың жанында жүріп көрмеген қиындығы жоқ. Абу Бәкір пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен жолда келе жатқан кезде пайғамбарымыз түйенің алдында отырады екен де, ол кісі артында отырады екен. Мінгесіп. Содан кейін жаңағы Абу Бәкір саудагер болғандықтан жолдағы адамдардың бәрі таниды екен Абу Бәкірді. Содан Абу Бәкірден сұрайды екен, мына адам кім деп? Алдындағы адам кім деп? Айтайын десе болмайды. 100 түйе тегіп қойған басына. Айтпайын десе өтірікші болады. Сыдық қой ол. Не деген? Бұл маған тура жол көрсетіп келе жатқан кісі деген.
Ел не ойлаған? Бір жол көрсетіп кетті. Гид деп ойлаған. Абу Бакыр негізінде шынын айтқан негізінде. Түсіндіңіз бе? Шынын айтқан. Абу Бакырдың шыншылдығы кез келген уақытта өзгермеген. Әлгі не жағдайдың өзінде, әлгі хижрет жағдайдың өзінде. Енді хижреттің бір айтылмайтын бір тұсы бар. Бұлар не үшін көшті деп айттық Меккеден Мәдинаға? Алланың разылығы үшін. Алланың жаңа дінін басқа бір жаңа жерде не қылу үшін? Жалғастыру үшін, емін еркін құлшылық жасау үшін. Демек не керек екен құлшылық жасау үшін? Жер керек, жер. Жер керек тұратын. Тұратын ел керек. Ауада тұрып құлшылық жасамайсың ғой. Немесе судың үстінде. Мүмкін емес нәрсе ғой. Демек не керек екен? Ел керек, жер керек. Сондықтан кейбір ақымақтардың сөзі маған Қазақстан керек емес. Далбаса әңгіме. Далбаса әңгіме. Ең әуелі Аллаға құлшылық жасау үшін басың тиетін, сәжде ететін бір жер керек айналайын. Неге түсінбейсің? Жер керек. Бұлар сол жерді іздеп не істеген? Тыйыштық бір жер іздеп Меккеден Мәдинаға барған. Меккеде тыйыш болса, Меккеде құлшылықтарын жасай беретін еді ғой. Демек құлшылық жасау үшін не керек? Орын керек, жер керек. Жер сол үшін не? Маңызды. Құлшылық қылу үшін жер керек болса, сол жерді қорғау міндет деген содан шығады ұғым. Сол үшін отанды қорғау міндет деп шырылдайтын себептер сол. Себебі отаның жоқ болса, сен қайда құлшылық қылмақшысың? Қайда? Қай жерде? Сондықтан маған Қазақстан керек емес, немесе не? Өзім білем, кез келген маған жер, құлшылық жасайтын жер деген нәрсенің барлығы бос әңгіме негізінде. Бос әңгіме. Шариғи тұрғыдан міндетті түрде біз құлшылық жасайтын белгілі бір жер керек. Сұрақтарыңыз бар ма осы жерге дейін? Енді бірнеше мәселе бар. Ниетке байланысты әлгі шариғи тұрғыдан қарастыратын бірнеше мәселеміз бар. Мысалы, бір кісі жаман адамдармен жүріп дүниеден өтіп кетті. Бұл адамның үкімі қандай? Қатты кеттіңіз ғой. Қатты кестіңіз ғой. Бұған байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Айша анамыздан мынандай риуаяты бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан екен. Бір әскер уақыты келіп жеткен кезде Қағбаны қиратуға жолға шығады. Шөлейт бір жерге келген кезде Алла жер олардан естейді, түгелдей жұтады. Түгелдей олар жерге батып кетеді. Жерге жұтылып кетеді. Мен не деп айтмайды Айша анамыз? Я Расулалла, ішінде саудагерлер бар емес пе? Оларға түк қатысы жоқ адамдар бар емес пе деп айттым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деп айтты? Олар түгелдей жерге жұтылып кетеді. Бірақ олар ниеттеріне қалай қайта тіріледі деген. Сондықтан бұл нәрсені не үшін айтып отырмын? Себебі біреулер бүйтіп айтады. Отан соғысында өлгендерге Құран бағыштаудың қажеті жоқ. Сталиннің қолында өлді ғой, та. Немістермен жүріп өлді ғой. СССР-дің кезінде өлді ғой. Айналайын, сен оны шарбан болмасын. Қай кезде өлген? Құдайдан сен тіле, ондай уақытқа біз түспейік деп. Ондай уақытқа біз түспейік деп тіле. Олардың жағдайы не болады? Ниеттеріне қарай Алла тірілдеді. Одан кейін бір мәселе, олар өтіп кеткен бір үммет, Алла олардың есебін сенен сұрамайды, олардың не істегенін. Сенің не істегеннен олардан сұрамайды. Әркімнің өзіне, әркімнің өзін арқалайтын жүгі бар. Енді тағы бір мәселеміз бар. Енді бұл ниет қайда болады?
жүректе болады, иә. Дәлелі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деген? Шын мәнінде Алла тағала сендердің кескін келбеттеріңе, одан кейін денелеріңе мүлдем назар салмайды. Алла тағала сендердің суреттеріңе, денелеріңе назар салмайды. Алла назар салатын жер ол сендердің жүректерің. Демек, менің бойым кішкентай екен, немесе мен үлкен екенмін, немесе мен сұлу екенмін, мен ажарсыз, көріксіз екенмін деп ренжудің қажеті жоқ. Аллаға оның ешбірінің қажеті жоқ. Себебі Алла оны өзі жаратып отыр. Алла оны өзі жаратып отыр. Солай етіп. Алла ең назар аударатын жер адамның несі екен? Жүрегі екен. Олай болатығын болса, құрметті жамағат, Алла назар салатын өзі бір ақ жер бар екен. Ол да не екен? Жүрек екен. Онда жүрегіміз не істейік? Таза ұстайық. Әлге жүректе ниет не болу керек? Тек Алланың разылығы үшін болу керек. Соны Алла жүрегіміздегі нәрсенің барлығын білет, және оған лайықты сыйын яки жазасын береді. Енді мынандай бір мәселе бар. Мен негізінде, мысалы бір арамызда бір кісі бар, 10 жыл жамағаттан қалмаған. 10 жыл жамағат намазынан қалмаған. Соны кейін ауырып не қылып қалған? Келе алмай қалды. Бұл адамның ойы не? Мешітке келсем деген арманы бар. Түсінесіз ба? Біздің ғалымдарымыз не дейді? Ол тура сол мешітке келіп жүргендей сауап алады. Келмесе де. Дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мынандай бір хадисі. Не деген? Табук жорығында қайтып кетқанда пайғамбарымыз сахабаларына былай деп айтқан: Мәдинада бір кісілер бар. Біз қандайда бір жол жүріп келе жол жүрсек, немесе қандайда бір асудан өтсек, олар бізбен бірге. Бізбен еруіне кедергі болып қойған нәрсе не? Науқас, ауру деп айтқан. Түсіндіңіз ба? Яғни адам дені сау кезіндегі нәрсесін ауырып қалған күннің өзіне ниеті дұрыс болса соған қол жеткізе алады. Түсіндіңіз ба? Ниеттің несі бұл? Ниеттің маңыздылығы. Сен сол істі атқара алмасаң да, Алла тағала сол істі саған не істейді? Нәсіп етеді. Енді мынандай бір мәселе бар. Біз мешітке келген не істейміз? Құлшылық жасайсыз, дұрыс қой. Садақа бересіз, Садақа бересіз. Немесе біреуге жәрдем бересіз. Одан кейін сұрайсыз, ол қайда кетті деп. Сұрайтындар бар. Бар. Мен имам болғанмын. Сұрайтындар бар. Мен дейді, былтыр келгенде 2000 теңге салғам. Қайда соны? Түсіндіңіз ба? Жоқ, елдің арасында бар ол әңгіме. Қайда кетіп жатыр бұның барлығы? Деген әңгіме бар. Қайда кетіп жатыр деген әңгіме бар. Кейбір біздің мұсын намаз оқитын бауырларымыз да сонымен басын қатырады. Примерно осындай түседі, примерно осындай кетіп жатыр деп. Не? Бар ойлайтындар, бар. Негізінде сіз садақа беруге ниет етсеңіз болғаны, Алланың разылығы үшін берсеңіз болғаны, ар жағында ол қайда жұмсалады, онымен ол не істеді, онымен сіз сұра алмайсыз, ол қайда кетіп жатқандығын. Ең үлкен дәлел мынау. Бір сахабамыз айтады: менің әкем дейді, садақа бермекші болып бірнеше динарды қалтасына салып шыққан екен мешітке. Сөйтіп өзі танитын кісінің жанына қойып кеткен екен. Мұқтаж кісі болса не қыласың деп, берерсің деп. Содан мен білмеген, мен келіп алдым дейді, баласы. Түсіндіңіз ба? Баласы келіп алған, бардым дейді. Әкеме анау айтқан дейді, балаң қалды деп.
Содан кейін әкем мені көріп айтты, ей, мен сен үшін берген жоқпын деп айтты дейді. Мен пақыр мұқтаж кісі алсын деп қойып кеттім деп. Сөйтіп әкеммен дауласып пайғамбардың алдына бардым дейді. Пайғамбарымыз екеуміз тыңдап болып былай деп айтты дейді. Әкеме қарап не деп айтты дейді? Саған ниет еткен нәрсең бұйырды. Маған қарап айтты дейді, саған алған нәрсең бұйырды деп айтты. Шықты ма? Сондықтан Алла тағала разылығы үшін бере біліңіз. Болды. Ар жағында сіздің шаруаңыз болмасын, сіздің мойныңыздан түсті себеп. Мақсатың не еді? Алланың разылығы еді. Алла да оны не істейді? Ұмытпайды, зая етпейді, амал дәптеріңізге жазып қоясыз. Және оның қызығы мына дүниеде, я болмаса ақыретте көресіз. Оған не жоқ? Күмәт жоқ. Сұрақтарыңыз бар ма? Кеше телевизорда айтты ғой, тура осы мәселе. Естідіңіз бе, естімедіңіз бе? Жоқ, естіген жоқ. Бір қайта айтты үлкен. Саудияға барды, сондай қайта берді. Бір адамға берсең, ол қайтып соны алуға ниет ете берсе, оған бермей берді. Оның ниетін қайдан білеміз? Жауап емес қонда. Андағы мәселенің жауабы емес. Мен сізге басқа айтайын. Омардың баласы Абдулла деген болған. Абдулла риуаят бойынша 1000 құл күң азат еткен дейді. 1000 құл күң азат еткен. 1000 құл. Құлдар ести дегенде Абдулла ибн Омар бүйтіп қарап жүреді екен мешітте. Сол мешітке жақын жүрген құлдарды азат ете береді екен де, бейшара мұсылман болды ғой деп жалпы. Құлдар естіп алған. Абдулла не істейді? Мешітке келген адамдарды не істейді екен? Азат етеді екен. Содан кейін біреу келіп айтқан Абдуллаға, ақыл айтқан келіп. Әй, бұның барлығы Алланың разылығы үшін келмейді. Сенің неңді біліп алған бұлар? Сенің жақсылық жасайтын әлсіз жеріңді біліп алған. Бұлардың көпшілігі мұсылман болып келмейін демейді. Әшейін сенің құлдықтан құтылайын деп келеді бұл мешітке деп. Абдулла ибн Омардың айтқан мынандай бір сөзі бар. Жаттап алыңыздар. Не деген? Біз Алланың разылығы үшін алдануға разымыз деген. Маған Алланың разылығы үшін деп айтып тұр, менен тергейін бай отырып, Алланың разылығы үшін емес пе, басқа ма? Мен оны қайдан білемін? Біз Алланың разылығы үшін алдануға разымыз деген. Біреу Алла разылығы үшін деп сұрап тұрса, демек Алланың разылығы үшін. Басқа одан артығын зерттеуге нем жоқ. Сіз қоятын сұрақ мынандай болу керек еді. Мен арақ ішетін адам көрем, ақша сұрап тұрған, берейін ба, бермейін ба? Немесе біреулер етіп алған, білем оны деп айтсаңыз, оған берілмейді. Біліп тұрсаң. Кәсіп етіп алған. Мысалы, кәсіп етіп алған ол. Оған берілмейді. Жолда тұрады машиналардың. Кәсіп етіп алған. Жоқ, баласы бар, ол мейлі ғой, ішіп алғандар бар. Бұл шетінде түрінен көрініп тұр ғой. Біреулер кәсіп қылып жүр, отырғызып кетеді. Кеште жинап алып кетеді. Соны айтып жатырмын, кәсіп етіп алғандарға. Көзің жетіп тұрса. Абылай көзің жетпесе, одан ең жоқ. Өзіңнің әргі берген нәрсең не аласың, сауабыңды аласың. Оған еш нең болмасын, күмәнің болмасын. Енді жаңа мен айттым. Бұл жасаған іс-әрекеттердің пайдасы не деп айттым? Мына дүниеде де, ақыретте де көресіз деп айттым. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям риуаят етілген үлкен бір хадис бар. Қандай? Бір 3 кісі болған екен дейді, сендерден бұрын өмір сүрген. Бұлар бір сапарға шыққан екен. Сөйтіп олар бір өңгірдің ішіне түнеуге мәжбүр болған. Сөйтіп өңгірдің ішіне кіргенде өңгірдің аузын егілған дейді, тас жауып қойған үлкен тас. Бұл үшеуі өз арасында айтқан дейді. Егер бізді мұндан құтқарып алатын тек қана не? Алланың разылығы үшін жасаған іс-әрекетіміз ғана. Аллаға бір дұға етейік. Әркім өзін жасаған іс-әрекетін айтсын. Сөйтіп не істейік? Қиыншылықтан құтылайық дейді. Сөйтіп әуелгі сөз бастайды. Не дейді? Менің бір әке-шешем бар еді дейді.
бұл әке шешемді мен не қылған едім, өте жақсы қараған едім. Олардан бұрын ешбір бала шағама тамақ берген емеспін. Бір күні шөп керек болып үйден шығып кеттім, келсем олар не істеген екен? Ұйықтап қалған екен. Мен кешкі сиырдың сүтін, әлгі кешкі сүтті сауып алып, олардың оянғанын естіп отырдым, басында күтіп отырдым. Бала шағамның бәрі жанымда не қылып жүрді? Улап, шулап, аштықтан жүгіріп жүрді. Мен ешқайсы әке шешемнен бұрын өз бала шағама да, қызметшіме де не қылған емеспін? Ас берген емеспін. Олар оянғаннан кейін әлгі не қылдым? Асын бердім деген. Ей Аллахым, егер сен осы істі мен сенің разылығың үшін жасағаным рас болса, мына қиыншылықтан бізді құтқар деген. Әлгі не қылған? Жартас қозғалған шамал. Екінші сұрып не деген? Алла, мен бір қызға ғашық болған едім. Bir еркек адам қалай бір әйелге ғашық болса, мен де сондай ғашық болған едім. Мен оған құда түскен едім, ол маған не қылмады? Көңілін салмады, көнбеді маған. Кейін ол қыздың басынан бір қиыншылық уақыттар өтті. Сол кезде маған келді. Мен оған 120 динарға не деп айттым? Зина жасайық деп айттым. 120 динарға. 120 динарға. Әлгі қыздың үстіне отырып, ойлағамды жүзеге асырайын деп жатқанымда, қыз маған айтты дейді. Мөрдің аузын, ақысын беріп аш деп айтты. Алладан қорық деп айтты. Мен сол қыздың үстіне егіп кеттім. Тұрып кеттім, қанша жақсы көрсем де. Әлгі қыздың үстіне егіп кеттім. Тұрып кеттім. Әлгі ақшаны да алған жоқпын. Ортадағы 120 динарды да. Аллахым, сенің разылығың үшін жасағаным рас болса, сен мына қиыншылықтан бізді не істе деген? Құтқар деген. Үшіншісі тұрып не дейді? Әлгі жартас тағы қозғалған. Үшіншісі тұрып сөйлеген дейді. Не дейді? Ей Алла, мен не қылған едім? Бір ісім болған еді. Сол іске не? Жұмысшылар алған едім. Сол жұмысшылардың ақысын бәрін берген едім. Тек біреу ғана ақысын алмай кеткен еді. Сол тастап кеткен ақшасын мен неге салдым? Саудаға салдым, айналымға салдым. Ол көбейген соншалықты мен оған бәленше құл, бәленше мал сатып алдым. Сөйтіп әлгі жұмысшы уақыты бір күні келіп не деп айтты дейді? Ей Алланың құлы, анау берген ақшам, анау алмай кеткен ақымды бер деп айтты дейді. Сол мен айттым дейді, мына жатқан мал, мына жүрген қызметшілердің барлығы сенікі деп айттым дейді. Ол маған не деп айтты дейді? Сен мені мазақ етіп тұрсың ба деп айтты. Мен не деп айттым? Мен сені мазақ етіп тұрған жоқ, жоқ, шынымен осы деп айттым дейді. Ол да түгел алдына салып айдап әкетті, түгел. Көрсеткеннің барлығын түгел айдап әкетті. Аллахым, сенің разылығың үшін жасаған рас болса, мына қиыншылықтан бізді не қыл деген? Құтқар деген. Сөйтіп әлгі жартас түгелдей қозғалып орнынан бұл үшеуі ары қарай сапарын жалғастырған. Мен әлгі айтқан нәрсе, Алланың разылығы үшін жасалған істі Алла мына дүниеде де, ақыретте де зая етпейді. Түсіндіңіз ба? Енді бұдан шығатын қорытынды. Қиыншылық жағдайға тап болған кезде Алладан айтатындай бетіміз болсын не? Осындай бір нәрсені істеген едім ғой. Сен білесің ғой. Сол істеген ісім үшін мені осы қиыншылықтан шығаршы деп айтуға әбден болады. Қолыңда түк жоқ болса не деп айтасың? Не деп айтасың? Сондықтан әлгі ісіміз не қылсын? Міндетті түрде болсын. Мына дүниеде де, ақыретте де оның несін көреміз? Міндетті түрде сыйын, жемісін көреміз. Сұрақтарыңыз бар ма? Шешесінің қайтыс болғаны 10 жыл болды. Соған Құдай тамақ беріп отыр ғой енді. Құдайда хал садақа ғой. Сонда список қойып қойыпты. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Список не става? Мен ақша жинап. Сол шешесін көргенде Құдай тамақ жасады. Список тұрда, ол енді дұрыс. Кім қанша көргендер жазып жатыр. Кім қанша алып келеді? Оны білмедім. Қазақтардың әңгімесін анша көп. Оны жалпы сұрақ түсініп отқан жоқпын мен. Жоқ, спискті берсіндер болғанда бергенін жазып отырмын. Қойғасын бересің ғой енді. Мен түсінбей жатырмын, білмеймін. Бізде мынандай нәрсе бар да, бір кісі мысалы қайтыс болады. Қайтыс болған кезде елдер оған ақша келіп береді.
списке жазылады ол. 5 мың теңге берді. Енді 7-сі, 40-ы жыласын бергенде де сондай мәселе болады. Құдай тамақ береді, бірақ елдер ақша жаздырады. сол дұрыс қой. Ол біздің айтып жатқаны 10 жыл болып кеткен. біздің тақырыпқа қатысы жоқ қой мынаның. Біз Алланың разылығы үшін айтып жатырмыз. Тақырып кейін айтайық оны. Біздің тақырыпқа қатысы жоқ. Тақырыпқа қатысты, шығып кетпейік. Сайтты салатан жүректерімізге назар аударады дейміз ғой. Сол Алла Тағала жүректерімізге назар аударады. Назар салады. Оны қалай түсінеміз да? Өйткені Алла Тағала көріп тұр ғой, біліп тұр ғой бәрін. Сол көріп тұр мағынасында ол. Яғни Алла Тағаланың құзырында сенің денеңнің сұлулығың тағы басқан еш құндылығы жоқ деген сөз. Тақырыпқа қатысты. Мысалы, бағаныз айтып, хадисте жермен ұшып жүреді дедіңіз ғой? Жермен ұшып жүреді. Сонда бір кісі бүйтіп айтып жүреді, сол нақты білімге отырып, мысалы намаз қылған кісі болады, неше жылдай намаз оқиды. И бір соңғы несінде, мысалы, арақ ішіп отырған адамдар қасында отырады. Сол бір кісілер айтады, егер сол кезде бәрі өліп кетсе, намаз адамдар солармен бірге тіріледі дейді. Олармен бір-біріне қайшы болып тұр деген. Түк қайшылығы жоқ. Жоқ, анау адам намаз оқымай бір кем болды ма? Жоқ, ниеттеріне қарай тіріледі деп жатырмыз ғой. Неге айтады, соңғы халде тіріледі. Жоқ, соңғы халінде солай тірілетіні рас қой. Мыналар жерге батып кетті ғой мыналар. Жерге солармен бірге батып кетті. Кейін Алла оларды қайта тірілткен кезде ниеттеріне қарай есебін алады. Түсініп жатсыз ба? Себеп әлгі керуеннің ішінде Айша анамыздың сөзін қараңыз. Айша анамыз не дейді? Ішінде саудагерлер бар ғой. Ішінде мүлдем қатысы жоқ адамдар бар. Түсініп жатсыз ба? Мысалы кемеде келе жатсын. Кеме не істеп келе жатыр? Бір жаққа кетіп бара жатқан кеме бір жаман оймен. Сіз ол кеменің ішінде бір жерден бір жерге бара береді. Кеме сол жерде не істеді? Батты. Мысалы, батты. Сен не істейсің? Бірге батасың. Солармен бірге батасың, батсаң. Ажалың жетсе. Ниетіңе қарай тірілесің. Әңгіме сол айтып жатқан нәрсе. Сонымен қатар жаңа біз айттық. Алла Тағала разылығы үшін жасалған істің ешбір не қылмайды дедік? Зая етпейді деп айттық. Енді мынандай бір мәселе де бар. Ниетіңіз жаман болса, ол нәрсені жасауға мүмкіндігіңіз жетпесе де сол ниетіңізбен тірілесіз. Екінші бір жағы бар. Таяқтың екі ұшы бар. Бұған дәлеліміз мынау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисіне былай деп айтқан: егер екі мұсылман қолдарына қылыш алып бір-біріне соғысатын болса, өлген де, өлтірген де тозақта деген. Сахаба айтады дейді, мен сұрадым дейді, я Расулалла, мына өлтірген адам, бұныкі түсінікті, өлген адамның кінәсі не деп айттым дейді. Пайғамбарымыз не деп айтты дейді? Ол да өзінің бауырын өлтіруге құмар еді деп айтты. Сондықтан егер ниетіңіз жаман болса, сол ниетіңізбен мүмкіндікті әлгі жүзеге асыра алмасаңыз да сонымен бірге не істейсіз? Қайтадан сонымен бірге тірілесіз. Себебі ананы неге өлтіре алмаған анау? Себебі несі жетпеген? Күші жетпеген, айласы жетпеген, шамасы жетпеген, тағы басқасы жетпеген. Әйтпесе ол да не еді оған? Өлтіруге құмар еді. Сондықтан жаман ниетті болсаңыз да сол неге не қыласыз? Қол жеткізесіз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: шын мәнінде Алла Тағала жақсылық істерді, жаман істерді не қылды? Жазып қойды. Кейін ол істерге не берді? Түсініктеме берді. Сөйтіп не деп айтты? Кімде-кім бір жақсылыққа ниет етсе, ол оны жүзеге асырса, жүзеге асыра алмай қалса, Алла Тағала оны не қылады? Бір сауап жазып қояды. Ал егер жүзеге асырса, Алла Тағала оны 10-нан 700-ге дейін, тіпті одан да көп еселеп не істейді? Жазады.
Ал кім деген бір жамандыққа ниет етсе, бірақ оны жүзеге асырмаса, Алла тағала оған бір не жазады? Сауап жазады, бір жақсылық жасады. Ал егер жүзеге асырса, Алла тағала оған бар болғаны бір күнә жазады деген хадис бар. Бұл хадис құдси хадис, әйгілі хадис. Енді әлге біздің мәселеміз, бұл адамға тек қана жақсылыққа ниет еткендігі үшін не бұйырады? Сауап бұйырады, дұрыс па? Жақсылыққа ниет еткендігі үшін. Жақсылықты жасаған жоқ. Жақсылық жасауға не істеді? Ниеттенді. Не үшін оған сауап жазылады? Себебі жақсылыққа себеп болған нәрсенің өзі жақсылық секілді. Себебі жақсылыққа себеп болған нәрсе, жақсылықтың несі ең алғашқы баспалдағы. Сондықтан оған не қылады? Бір сауап жазылады. Әлге бір күнәні жасамасаңыз деп айттық қой. Оған не жазылады деп айттық? Сауап. Себебі күнәдан бас тарту Алланың разылығы үшін сауапқа лайық болған не? Бір іс болып табылады. Бірақ Алланың разылығы үшін тәрк ете білсеңіз. Себебі мен сіздерге өткен жол айттым ба? Адам кейбір істерді неден? Ұялғандығынан, қорыққандығынан, басқалардан, немесе мүмкіндік болмағандығынан не істейді? Күнәні істей алмайды. Бұның ішінде тек төртіншісі, Алланың разылығы үшін тастай білсе ғана оған не жазылады? Сауап жазылады. Сұрақтарыңыздар ма? Ниетке байланысты. Айта беріңіз. Өлі разы болмай, тірі байымайды деген түсіндіріп беріңізші. Ол тақырыпқа қатысты емес, апа. Апа, ол кейін сөйлесейік. Мен тақырыбымнан шығып кетем қазір. Мысалы үшін, мынандай әңгіме бар ғой. Мынандай әңгіме бар ғой. Мысалы үшін, бір адам достары зina жасап отыр дейді. Ол адам мен сол жерде болсам ба деген ойлаған үшін оған күнә жазылады дейді. Ал жаңағы ол істемеген амалшын әрекеттеген қарама келмейді ме ол? Жоқ, ол оған күнә алмайды. Адамның ойы жүйрік. Алланың бір рахымы біздің ойымызға есепке алмайды ойымызды. Жақсы. Сабақтың аяғында, Бұл біздің бірінші хадисіміз еді. Негізінде. Бұл біздің Имам Науидің 42 хадисіне байланысты жазылған ең алғашқы хадисіміз болатын. Бүгін Құдай қаласа екінші хадисіміз бастаймыз. Екінші хадис. Егер ниетті жауап болсақ, айта беруге болады, бірақ қысқаша осылай. Мысалы, Имам Ғазалилар Ихия Улумиддинде 100 беттің үстіне жазып тастаған ниетке байланысты істерді айта берсе болады әлі. Бірақ осы мен шектелеге ары қарай өтейік. Түсінікті. Келесі хадисіміз Умар ибн ал-Хаттаб радиаллаху анху قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Риуаят пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхудан. Бұлай дейді. Бір күні біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында отырған едік. Сол кезде біздің үстімізге бір кісі кіріп келді мәжіліске. Бұл адамның несі еді? Үстіндегі киімі әппақ. Шашы не? Қап-қара. Үстінен сапардың ізі мүлдем білінбейді. Сапардың ісі білінбейді. Және бастысы біздің арамыздан оны ешкім танымайды. Хатта жаласа иля набии саллаллаху алейхи ва саллям фа аснада рукбатайхи ил рукбатайхи. Сөйтіп екі тізесін пайғамбардың тізесіне кеп тигізіп отырды. Ва вадаа каффайхи аля фахидайхи. Сөйтіп өзінің қолын не қылды? Екі аяғының үстіне қойды. Кейбір риуаятта екен оның қолын аяғының үстіне қойды. Яғни пайғамбардың қолын аяғының үстіне қойды, екі санының үстіне қойды. Немесе өзінің санының үстіне қойды. Ва қала Я Мухаммед ахбирни анил ислам. Содан кейін былай деп айтады. Ей Мухаммед, маған исламнан хабар берші деп айтты.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Не деп айтты дейді? Ислам дегеніміз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, ислам деген Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне және Мұхаммедтің Алланың пайғамбары екендігіне куәлік етуің. Ва туқимус сала, және намаз оқуың. Ва туътия зака, ораза зекет беруің. Ва тасума рамадан, Рамазан айында ораза ұстауың. Ва тахуджал бейта ин истатаъта илейхи сабила, шабаң жетсе қажылық жасауың деп айтты. Қала садақта, әлгі адам не деп айтты дейді? Рас айтып тұрсың деп айтты. Фағажибна лаху ясалуху ва юсаддиқу. Біз бұл адамға таң қалдық дейді. Өзі сұрайды, өзі растайды. Сұрайды, және не істейді? Растайды. Қала фаахбирни анил иман. Кейін былай деп айтты. Олай болса маған иманнан хабар берші деп айтты. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Пайғамбар былай деп айтты. Иман дегенің Алла тағалаға, оның періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қиямет күніне, тағдырдың жақсылығы мен жаманның Алладан екендігіне иман келтіруің деп айтты. Қала садақта, әлгі кісі, я рас айтып отырсың деп айтты. Қала фаахбирни анил ихсан. Ол айтты, олай болса маған ихсан жайында айтшы деп айтты. Қал ан та'будаллаха кааннака тараху. Фаин лам такун тараху фаиннаху ярак. Не деп айтты да, сен ихсан дегенің Раббыңды көріп тұрғандай құлшылық қылуың. Ол сені көрмесе де, сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұр деп айтты. Қала фаахбирни анис саа. Әлгі кісі тағы да айтты, олай болса маған қиямет жайында айтшы деп айтты. Қал мәл масулу анха би а'лам минас саил. Пайғамбар айтты дейді, сұралған кісі сұраушыдан артық білмейді деп айтты. Сұралған кісі сұраушыдан артық білмейді. Қал фаахбирни ан амаратиха. Олай болса маған белгілерін айтшы деп айтты. Қал ан талидал амату раббатаха. Ең әуелгі белгісі әйел адамның өзінің қожайынын дүниеге келуі деп айтты. Әйел адамның өзінің қожайынын дүниеге келуі. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. Екінші белгісі, жалаң аяқ, жалаң бас қой бағып жүргендердің ғимарат салуда жарысқандығын көресің деп айтты. Жалаң аяқ, жалаң бас қой бағып жүргендердің ғимарат салуда жарысқандығын көресің. Сумман талақа. Сөйтіп әлгі кісі жүріп кетті. Фалабисту малия. Мен біраз уақыт қалып қойдым жанында. Сумма қал я Умар атадри мани саил. Содан кейін пайғамбар айтты, ей Умар, кімнің сұрап тұрғанын білесің бе деп айтты. Қунту Аллаху ва расулуху а'лам. Мен деп айттым дейді, Алла мен оның пайғамбары дұрысырақ біледі деп айтты. Қал фа иннаху Джибрил атакум юаллимукум динакум. Деп айтты, бұл келген Жибрил еді, сендерге діндеріңді үйретпекші болып келді деген. Бұл хадис үлкен хадистердің біреу. Себебі бүкіл дінді айта салған. Бүкіл дінді бір хадистің ішіне жинаған. Бүкіл дінге қатысты ең басты мәселелерді бір хадистің ішінен естеген, сыйдырған. Енді қараңыздар, хадистен шығатын мағыналар. Хадисіміздің рауи кім? Омар радиаллаху анху, Алла разы болсын. Оны өткен жолы не қылдық? Өмір баянына тоқталып өттік. Бұл кісі айтады, біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның қасында отырған едік, сол кезде бір кісі пайда бола кетті. Сахабаларға негізі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бұл уақыттарда сауал сұрауға тыйым салынған дейді. Түсінікті? Орынсыз сауал қоюға, орынсыз сұрақ қоюға. Омар басқа бір риwayatта айтады, шіркін-ай бір бәдеуи келсе екен деп тілейтіміз дейді. Түсінікті? Сөйтіп бір нәрсе сұраса, олар ұялмайды, кеп не қылады? Тіке кеп сұрайды, сонан кейін біраз нәрсе үйреніп қалар едік қой деп. Себебі сахабалардың арасында кейбіреулер орынсыз сұрақ сұрай беретін болған, пайғамбардан келіп, ел. Орынсыз сұрақтың біреу қандай, мен әкем кім деген, мен әкем қайда деген. Түсініп жатсыз ба? Сондай бір орынсыз сұрақтар кетіп қалған. Алла бұл жайында аят түсірген.
Сендер орынсыз сұрақ қоя бермеңдер. Сендерге ол жауабын айтса, сендер оны жақтырмайсыңдар. Мысалы, менен келіп біреу сұраса, әкең қай, мен біреуден сұрасам барып, әкем қай десе, әкең тозақта десе, қуанам ба мен? Қуанатын нәрсе емес қой. Орынсыз нәрсе не қылмау керек? Сұрамау керек. Бұл да сондай отырыстың біреу. Отырғанбыз, біреуге не қылды? Келді, ортаға кіріп келді. Қараңыз, Омар бұны керемет суреттеген, ортаға бір кісі кіріп келді. Үстіндегі киіміне әппақ, шашы қап-қара, үстінен жолаушылықтың ізі байқалмайды. Негізінде Жибрил кім болып келген? Адам бейнесінде келген. Және тап-таза киіммен келген. Сондықтан біздің ғалымдарымыз айтады, ғылым мәжілісіне келгендер таза киіммен келу керек. Түсіндіңіз ба? Таза, әдемі формамен келу керек. Ғылым содан басталады. Имам Малик рахимахулла, Алла рахмет етсін, білесіздер, Малики мазхабының үлкен имамдардың біреуі. Бұл кісі хадистерді қатты сыйлайтындығы соншалықты әрбір хадиске көйлек жаңартып келетін болған. Киім, жаңа киім алып кеп, месік жағып, отырып кеп айтатын болған. Түсінікті? Имам Малик жалпы көп нелер бар айтылған ол кісі жайында. Бір мәжілісте хадис айтып отқан кезде бір шаян кеп 3 рет шаққан дейді. 3 рет. Бұл кісі не істемеген? Хадисін тоқтатпаған. Түрі бозарып 3 рет бозарған. Сол хадис бітіргеннен кейін жанында шәкірт айтқан, сізді шаян шақты ғой, сіз неге хадис тоқтатпайсыз деп. Ол кісі айтқан дейді, мен пайғамбардың хадисін үзгім келген жоқ деп айтқан. Айтып бітіргім келді. Сондықтан ғылым мәжілісіне келген кезде таза келгендеріңіз дұрыстау. Ол да бір не? Ғылымға деген ғылымның несінен бір үлкен әдебінен болып есептеледі. Одан кейін үстіне сапардың ізі білінбейді дейді. Оны қайдан біліп қойған? Себебі киім тапты да. Киім таза. Киім, жолаушы болып келген адам киімі не болады? Шаң болады. Лас болады үсті. Бұл кісіден ондай үстінен байқалмаған. Енді әлгі адам тізесіне тигізіп отырған. Не үшін? Себебі адам бір-біріне жақын болған кезде бір-біріне деген махаббат оянады. Мысалы, сұрақ сұраған кезде, сауал сұраған кезде адамның жанына келіп сұрау керек. Жеті кесе. Ондай жерде тұрып, 15 метр жерде тұрып, анау не деп айтудың. Мына жерде тұрғанда не дейді? Сен не деп айтады, неге айқайлап тұрсың дейді, мұндан тұрған. Түсініп отырсыз ба? Сондықтан реті келсе, сұраушы да, жауап беруші де бір-біріне өте жақын болған дұрыс. Мысалы, пайғамбарымыздың егер хадистеріне назар салсаңыз, сахаба айтады, мені иығымнан ұстап тұрып айтты дейді. Мені жанына отырғыз қойып айтты дейді. Бұның барлығы нені көрсетеді? Әлгі адамға деген жырлылықты көрсетеді. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп тізесіне не қылды дейді? Тигізіп отырды. Сөйтіп екі қолын санның үстіне қойып отырды. Дәріске келгенде сөйтіп отырады ұстаздың алдына келгенде. Түсіндіңіз бе? Біздің қазақтар ең алғаш ұстаздың алдына барып отырмыз. Ол кезде. Сонымен ұстаздың алдында біз қазақтар отыра алмаймыз ғой. Үйтіп отырып үйренбегенбіз. Жарты сағаттан қисаю басталды. Оңға, солға, жаңа. Одан кейін жату бір жағына қарай жантайып. Содан кейін біреу айтты бізге. Бұлай отыруға болмайды деп. Соны жатып алып біз не істеп сұрадық? Дәлел қайда қасқа? Дәлел қайда бұның? Дәлел іздейтіндер. Соған әкеп көрсетті, көзімізді шұқып дәлелді. Қазақ айтады, Байдалы шешен айтқан екен дейді, айтпасаң естімейтін саңырау бар. Айтпасаң. Ашпасаң көрмейтін соғыр бар. Сондықтан кейбір мәселелерді не қылу керек, біліп жүру керек. Енді
Не деп айтты дейді ең әуелі? Исламды сұраған. Ислам деген не деп сұраған? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне, Мұхаммедтің оның пайғамбар екендігіне куәлік келтіру. Бұл куәлікті келтірген адамды біз мұсылман деп есептейміз, құрметті жамағат. Кімнің аузынан шығып тұр, соны мұсылман деп қабыл етеміз. Сен оны өтірік айтып тұрсың, шын жүрегіңмен айтып тұрған жоқсың, ондай әңгімелер айтуға болмайды. Немесе ла илаха илlallah деп айтқан сөз бізде жеткілікті. Мұсылман екендігіне қабыл еттігіне. Біз әу баста мұсылмандар бір-біріміздің сөзімізге сенетін адамбыз. Мен мұсылманмын деп айтса, демек не? Ол мұсылман болып есептеледі. Жоқ, сен басқа едің деген нәрсені не қыламаймыз? Айта алмаймыз. Пайғамбарымыздың Усама бин Зейд деген сахабасы болған. Усама бин Зейд. Усама бин Зейд. Радиаллаху анхума. Бұл кісі айтады, мен дейді бір күні соғыста дейді, бір ансарлық екеміз, қудық дейді бір мүшрикті. Қудық. Сол қуып жеткенімізде әлгі мүшрик айтты дейді, ла илаха илlallah деп айтты дейді. Әлгі алдыма келген ансар жалт бұрды дейді. Мен сол тоқтамай келіп ұрдым дейді. Сол қуып жеткеннен, қылышпен. Кейін бұл әңгіме кімге жеткен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Пайғамбар мені шақырып айтты дейді, сен ла илаха илlallah деп айтқан адамды өлтірдің бе деп айтты дейді. Мен айттым, я Расулалла, ол менің қылышымнан қорқып айтты дедім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, сен оның жүрегін ашып көрдің бе деп айтты дейді. Басқа бір риуаятта айтты дейді, ертең қиямет күні болған кезде сол адам сол калимамен келеді сенің алдыңа. Сол кезде сен не істейсің деп маған бірнеше рет айтты дейді. Ішімнен былай ойладым дейді, шіркін-ай, осы күнге дейін мұсылман болмасам ғой деп ойладым дейді. Түсінікті? Сондықтан біз мұсылмандар. Біреу мен мұсылманмын деп айтса, сол сөз жеткілікті. Енді біреулер айтады, шын ықыласымен айту керек. Шын несімен айту керек? Ынта шынтасымен айту керек. Дұрыс қой, ынта шынтасымен айту керек. Ол адамның ішіндегі жатқан нәрсе. Сенің шаруаң не онда? Ол сенен талап етілетін нәрсе емес, ол анау айтып тұрған адамнан талап етілетін нәрсе. Сен оны қайдан білесің? Ол сенде не жоқ? Оған сенің құқығың жоқ. Біреулер осының ішіне кіреді, проблема осы жерден туады. Біреулер осының ішіне кіреді. Не дейді? Қой, ол мұсылман емес дейді. Білемін ғой мен оны. Проблема осы жерде. Проблема осы жерде. Саған Алла ондай мүмкіндік бермеген. Маған да, сізге де, бізге де ондай мүмкіндік бермеген. Енді Омар радиаллаху анху, осы хадистің рауия Омар радиаллаху. Мұнафықты айтады. Мұнафық дегендер бар, 200-лер. Омар айтады бір риуаятта. Мекке жүргенде екі-ақ топ адам бар еді. Мұсылмандар, кәпірлер. Екі-ақ топ. Мұсылмандар, кәпірлер. Мәдинаға келгеннен кейін үшінші бір топ пайда болды, мұнафықтар деген. Үшінші бір топ. Бұл мұнафықтардың істемеген жоқ мұсылмандарға. Мысалы жасаған істерін біреу қандай? Ансарды мұхажирге айдап салған. Ансарды әуелі мұхажирлерге айдап салған. Мұхажирлер Меккеден Мәдинаға не істегендер? Көшіп келгендер. Мынандай әңгіме айтатын болған. Мына қаңғып келгендер бар ғой. Есірді. Жер бердік бұларға біз, мүмкіндік бердік, күттік, қонақ қылдық. Бұлар не істеді? Басымызға шыға бастады деген өсек айтатын болған. Бұл өсек өте алмағаннан кейін ансардың иманы күшті бұған көнбеген. Бұған көнбегеннен кейін ансар өзі екі рудан тұрады. Қайла деген әйел болған, Қайла. Қайладан туған екі бала бар. Біреу Аус, біреу Хазраж. Ансардың барлығы я Аус болады, я Хазраж болады. Әлі екі рудан. Түсінікті? Былайша айтқанда, бір үлкен ру бар, соның екі атасы. Аус және Хазраж деген сияқты. Мысалы, Дулат деген сияқты. Олар екі ата. Бұл екі ата бір-біріне сұмдық не болған? Мұсылман болғанға дейін бір-біріне жаман өш болған.
аналар ананың малын айдап кеткен, бұлар оның малын айдап кеткен, ортада адам өлген, олар бұны барып басқасын өлтірген. Әдейі отыр екен, көре алмағанда аңсар бір жерде жиналып әдейі отырған. Не деген, сен бар да бәленше деген бір соғыс болған олардың арасында. Сол соғыста бәленшесі өлген. Сол соғыс туралы жырлары бар. Арабтар бір соғыс болса соған жыр арнайды, біздің қазақтар сияқты. Қазақтар да жыр арнаған әрбір соғысқа. Сол әйел шығып алып не істеген? Жырды төккен. Сол кезде бір сахаба не деген? Ай, сол кезде біз шынымен сендерді ездік қой деген. Анау не айтып отырсың деген? Не айтып отқанда шындық айтып отырмын, төбелес басталған. Енді бұл мұнафықтар, қараңыз, Ухуд соғысына бара жатыр. 300 мұнафық тура соғысқа баратын жерден бұрылып кетіп қалған. Соғысқа баратсың. 300 жолдан естіген, кері қарай кетіп қалған. Осыларға ешкім сендер мұсылман емессіңдер деген сөз айтпаған. Қара, істемеген нәрсесі жоқ. Бірақ намаз оқып, мұсылмандармен араласып жүрген. Мұнафық деген адам, мен мұсылманмын деп, ішкі иманымен сенбеген адамды айтады, мұнафық деп. Тек тілімен айтып, жүрегімен бекітпеген адам. Біз осы адамдың бәрібір мұсылман деп қабылдаймыз. Ішкі жан дүниесінің есебі кімдікі? Алла сұрайды ішкі жан дүниесі. Біз аузындағы тұрған неге сенеміз? Аузында айтып тұрған сөз. Мына Омар бар ғой, Омар. Дәл осы сахаба не деген? Я Расулалла, сіз мұнафықтарды білесіз ғой? Білем. Bir күні барақта жайғайық та бәл. Тойған себеп. Жанты, өлтірейік деген бәл. Құтыламыз. Омар не деген? Егер арабтардың деген. Мұхаммед жайында ерген адамды өлтіреді деген сөзінен қорықпасам, сен айтқанды істер едім. Сөзді түсініңіз. Егер Мұхаммед жайында еріп жүрген жолдасын өлтіреді деген деп арабтың сөзінен қорықпасам, сенің айтқаныңды істер едім. Мұсылмандар үшін не болып көрінеді ол? Ақиқат болып көрінеді. Абу Бәкір үшін, Омар үшін, басқа сахабалар үшін не болып көрінеді? Ақиқат болып. Сыртқа ше, сыртқа. Сырт. Мұсылмандар бір-бірін қырып жүр екен дейді. Болды, әңгіме қысқа. Оны ажыратып атпайды. Олар мұнафық екен, анаусы мұсылман екен, оны ешкім таразылап жатпайды. Ол біз таразыламыз. Олар оны таразыламайды. Сондықтан пайғамбар ешқайсысын өлтірмеген. Ешбір мұнафықты. Біле тұра. Бір сахабасын айтып кеткен, тізімдерін айтып кеткен. Омар бір күн ұстап, соны сілкілеген. Осы Омар. Не деген? Мен сол тізімде бармын ба деген. Хузайфа не деген? Сен денің сол ма деген. Омар о деген не істеген? Хузайфаны аңдып жүретін болған. Мәдинада. Хузайфа біреудің жаназасына барса барады. Хузайфа бармаса бармайды. Себебі Хузайфа біледі. Түсінесіз бе? Сондықтан ешбір мұсылманға мен мұсылманмын деп айтып тұрса, сен мұсылман емессің деп айтуға хақымыз жоқ. Ол қандай күнә істесе не? Түсіндіңіз бе? Аузынан шыққан сөзбен естейміз, шектелеміз. Кеттік пе? Бұған келістік пе? Келіссек, екінші не екен? Намаз оқу. Біз намаз оқу деп аударамыз бұл сөзді. Негізі, иқамату сала деген сөз, намазды мүлтіксіз оқу деген сөз. Намазды мүлтіксіз оқу деген сөз. Яғни, намаздың парызы түгел, уәжібі түгел, сүннеті түгел, әдебі түгел, мұстахабы түгел. Мәкрух іс жасаған жоқсыз, намаз бұзылатындай іс әрекет жасаған жоқсыз деген сияқты. Яғни намаздың шарттарын бәрі түгелдей болу керек.
Осыны иқамату сала дейді. Түсінікті? Намазды мүлтіксіз орындауға не жатады? Намазы түгелдей сіз бен біз фикхын білуіміз керек, фикхын. Түсіндіңіз ба? Қай уақытта намаз бұзылады? Қай уақытта намазымыз бұзылмайды? Нені тәрк етсек, Алла қабыл етеді. Нені тәрк етсек, қабыл етпейді. Бұның барлығы бір ғылым, бұның барлығын сіз бен біз не істеуіміз керек? Бастысы қол, тәкбір алсам, рүкүғ сәжде бар. Болды. Сәлем берем, намаздан не істеймін? Шығамын. Одан басқасымен шаруасы жоқ. Фатиха сүресін дұрыс оқып жүрмін ба? Не жоқ? Оны ешкімнің басына кіріп шықпайды. Сендер жассыңдар, сендер үйрену керексіңдер. Міндетті түрде. Шафиғилер не еді? Құран кәрімде Фатиха сүресінде 16 мәдді бар. 16 созылатын жер бар. Біреу созылмаса, намаз қабыл болмайды. Шафиғилердің пәтуасы өте қатты. Біздікілер ханафилер кішкене жыққан. Араб еместерге деп. Соның өзінде сенің нең бол керек? Сүннет деп сайрай бергенше, намазды сүннет бойынша оқу керек деп сайрай бергенше, Фатиханды сүннет бойынша оқу керек, әй. Яғни пайғамбарымыздың аузынан шыққандай қылып оқу керек. Солай оқысан ғана намазың не болады? Қабыл болады. Намаздың парызы себебі қыраат деген. Құранды дұрыс оқу. Сондықтан намазға қатысты нәрселердің барлығын білуіміз керек. Мұздай. Не болмау керек? Себебі әуелі ең Алла содан сұрайды. Әуелі Алла неден сұрайды? Намаздан сұрайды. Одан кейін пайғамбарымыз не деген? Зекет беру деп айтқан. Зекет беруде шарттар бар өзінің. Бөлек. Одан кейін Рамазан деген, одан кейін шаман жетсе қаза деген. Бұл исламның несі деп айтамыз? 5 парыз деп айтамыз. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл исламның 5 шартын мұсылманның бойынан көрінетін амалдарды айтқан. Түсіндіңіз ба? Мұсылманның сыртқы көрінісі. Сыртқы. Аузынан кәлима шахада айтып тұрса, мұсылман намаз оқиды, мұсылман ораза ұстайды, мұсылман зекет береді, мұсылман қажылыққа барып келген, мұсылман. Бұның барлығы не? Сыртқы белгілері мұсылмандықтың. Енді пайғамбарымыз мұсылмандықтың ішкі жағын өткен, ол иман. Сыртын айтқан әуелі, кейін барып ішін айтқан. Ішіне екен ең әуелгісі Алла тағалаға иман келтіру. Алла тағалаға иман келтіру деген сөздің мағынасы не? Алла тағалаға иман келтіру деген сөз Алланың бар екендігіне, Алланың кәміл сипаттармен сипатталғандығына, Алла тағаланың сенің жаратушың екендігіне, қиын шақта саған жәрдем беретіндігі сол екендігіне, тағдырыңда Алла тағаланың жазғаны ғана болатындығына не қылу? Сенуің. Тәуекел дегеніміз. Міне осының барлығы не? Иман деген нәрсеге жатады. Әлгіне нәрселер емес. Алла тағаланың қолы бар ма, жоқ қой, ол маңызды емес ол. Біреулер сонымен басын қатырып жүр. Сен оны не қыласың? Сен әуелі Ихлас сүресіндегі мына түсініп алшы. Алла не айтып жатқандығын. Себебі мұсылманның мұсылманшылығы қай жерде байқалады? Басына қиыншылық уақыт түскен кезде. Әлгі мен не деп айтырмын? Тәуекел деп айттым. Тәуекел. Тәуекелдің 3 түрі бар, біздің ғалымдардың айтуы бойынша. Ең әуелгісі себептерін бәрін жасап, нәтижесін Аллаға тапсыру. 2. Кішкентай ғана бір істеп, қалғанын Аллаға тапсыру. 3-шісі мүлдем еш нәрсе істемей, барлығын Аллаға тапсыру. 3-шісін істеу мүмкін емес. 2-шісінде мүмкін емес. 2-шісінде мүмкін емеске жақындау. Біздікі 1-шісі бүкіл себептерін істеп, нәтижесін неге тапсырамыз? Алла тағалаға тапсырамыз. Демек, 1-шісі әуелгісі Алла тағалаға иман келтіру керек. 2-шісі не екен? Періштелеріне. Періштелеріне иман келтіруіміз керек. Мысалы, Жибрил бар, Микаил бар, кім бар?
Исрафил бар деген сияқты. Біздің аятыл курсы оқыған кезде жанымызда жүретін нелер бар? Қорғап жүретін періштелер бар деген сияқты. Періштелер бізден басқа жаратылған. Солар неден жаратылған? Нұрдан жаратылған. Одан кейін кітаптарына иман келтіруіміз керек. Яғни біз Алладан түскен кітаптың бәрін не істейміз? Иман келтіреміз. Бірақ біз бұзылмаған формасына иман келтіреміз. Сенеміз. Алланың сондай кітаптар түсіргенін не істейміз? Сенеміз. Одан кейінгісі пайғамбарларға иман келтіреміз, бүкіл пайғамбарларға. Одан кейінгісі қиямет күні, бұған бәрі кіреді. Қиямет күндегі есеп, қисап, сырат барлығы түгел кіреді. Одан кейін бар тағдырдың жақсылығы мен жамандығының Алла тағаладан екендігіне. Мұсылманның шынымен сыналатын жері осы жер. Ең қатты сыналатын жері осы жер. Демек, иманның шарты қанша екен? Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, қиямет күніне, тағдырдың жақсылығы мен жамандығын Алладан екен. Қанша екен? 6. Бұл иманның ішкі 6 шарты. Мұсылманның ішкі жағында. Бұның бәрі қайда болады? Адамның жүрегінде болады. Әлгі 5-еуі бұның сыртында болады. Енді пайғамбарымыз не жайында айтқан? Ихсан жайында айтқан. Ихсан. Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің, немесе сені оны көрмесең де ол сені көріп тұр. Қараңыз, бұл жерде пайғамбарымыз 2 мақам айтып жатыр. Әуелгісі сен Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің, екіншісі ол мені көріп тұр деп құлшылық етуің. Біріншісі почти мүмкін емес, екіншісі мүмкін. Бірақ біз оны не істемейміз? Аңғармаймыз. Аңғара бермейміз. Алланың алдында тұрған не істейміз? Ұмыт кетеміз. Қорада тұрған сиыр, күшік бәрі есіңе түседі. Қайдағы нәрсен бәрі еске түседі. Біреуде қарыз ақша, біреудің баяғы айтқан, үйтіп айтқан сөзі, түгел барлығы не істейді? Керек емес нәрсен бәрі сол көзге түседі. Алланың бізге бір рақымшылығы, содан намазымыз бұзылмайды. Егер содан намазымыз бұзылса бар ғой. Егер намаздың бұзылу шарттарын біреу сол болса, не болар еді? Намаз қабыл болмайтын еді. Әйтеуір Алла тағала не істейді? Барлығын қабыл етеді. Жалпылай. Біздің бір ұстазымыз бар еді. Ол кісі сағат неше болды? Бір ұстазымыз бар еді. Ұстазымыз айтатын еді. Бұл кісі Лондонда сабақ берген Ислам академиясында. Сол Ислам академиясында ашылды, сол Лондонда сабақ берем дейді, жасы ең үлкен мен. Соны бір күн айтты дейді. Королева шақырып жатыр деп айтты дейді. Ислам академиясынан бір адам келсін. Королева қабылдайды деп айтты дейді. Елизавета. Сонымен не қылдық дейді? Соның бәрі жабылып мені жіберді дейді. Сіз жасыңыз үлкен. Соны бардым дейді. Барып кірдім. Кірсе мені 2 апта деген қабылдайды екен дейді. Мені. Сөйтіп, әлгілер мені 2 апта бойы дайындады дейді. Патшайымның алдына кірген кезде патшайым бетіне бақырайып қарауға болмайды. Түк көрмеген адам ұқсап. 2 метрден артық жақындауға болмайды. Ол сізге сауал сұраса, иә, жоқ деп қана жауап бер. Айт кетпе, себебі мынандай деп түсіндіріп кетпе. Түсіндіңіз бе? Одан кейін ол сені шақырмаса, жақын жаныма кел деп айтпаса, айтпа, жүгіріп барып, құшақтама барып, жабай сияқты. Әбден низамды шығарып дейді. Костюм мынандай болу керек, туфли мынандай болу керек, көйлектің жағасы мынанша шығып тұру керек. Әбден. Сөйтіп оқытып кіргізді дейді алдына. Кірдім дейді, 15 минут сөйлестік дейді. 15 минут. Кімсіңдер деп айтады, осындаймыз, не жаңалық, қысымшылық бар ма? Әшейін әңгімелер дейді енді. Былай, жалпы. Соны шықтым дейді. Шыққаннан кейін өз-өзім айттым дейді. Құдайдың алдында өстіп бір дайындалып келмепсің ғой деп. Бір мәрте осылай. Бір қайдағы жоқ бір әйел, ол да кәпір.
Сонша дайындалды. Сонша. Шынымен солай. Сол үшін имамдар шырылдай беретін сол. Мәйкімен келме, шортымен келме деп шырылдайтын сол мешітке. Адам ұқсап кел деп айтатын. Құдайдың алдына шығайын деп тұрсың ғой. Есімтің алдына барасың ба шортымен? Басыңды жұлып алсын. Охранниктер есімтің алдында. Денің сау ма дейді? Кімге келіп тұрсың дейді? Пляжға келіп тұрсың ба? Шын ғой? Содан кейін мысалы бір министрдің кабинетіне кірдің делік. Министр саған сөйлеп тұрса, сен айтасың ба? Бөлмеңіз әдемі екен негізінде. Жағдайларыңыз қалай деп тұрасың ба? Басынан бір ұрады ғой, алып кетіңдер дейді ғой, мынаны екінші рет кіргізбеңдер мені алдыма. Қамап тастаңдар дейді. Көрдің ба? Көрдің ба? Әлгінің аузына қарап отырамыз, не айтады екен деп. Аузына не шықса да не істей боламын деп? Қағып боламын деп. Олай болатын болса, намазда бұл бізге керек. Бұны шариғат тілінде хушу дейді. Хушу деген сөз адам, мұсылман кісі құлшылық жасап тұрған кезде Алла Тағаланың ұлылығын сезіну дейді. Алланың алдында тұрмын деп не қылу? Сезінуін. Алла не дейді? Құран кәрімде, Мүъминун сүресінде Фирдаус жәннетіне кіретіндерді айтқан. Фирдаус. Сол Фирдаус жәннетіне кіретіндердің ең бірінші шарты намазында не болғандар? Алланың ұлылығын сезіне бергендер. Яғни намаздарын хушуғбен оқығандар. Кейбір біздің сәләф ғалымдарымыз айтады, мен 20 жыл бойы намаз оқыдым, жанындағы адамның кім екенін танымай кеттім дейді, оң жағым мен сол жағымда. Түсіндіңіз ба сөзін? Тәкбір алғаннан кейін мен мүлдем ұмытам деген сөз бәрі. Сол үшін имамдар мағынасы бар аяттарды оқуға тырысады, сүрелерді. Неғысын артындағы мұсылмандар түсініп, неғысын оны ұғынып тұрсын деп. Сондықтан сізбен біздің іздеуіміз керек болған нәрсе не? Әлгі хушу. Ол да оңайшылықпен қолға түспейді, оңайшылықпен қолға түспейді. Сондықтан міндетті түрде хушудың басы не? Намазды, құлшылықты дұрыс бастау. Енді бұл жерде не айттық жаңағы? Ихсан жайында сәл айттық, ихсан жайында. Алла Тағала мені көріп тұр деп. Бізге соны нәсіп етсе де әжептеуір нәрсе. Ол мені көріп тұр деп не істеу? Құлшылық жасау. Егер соған шынымен яқиның жетсе, ол мені көріп тұр деуге жетсе яқиның. Сен не жасамайсың? Күнә жасамайсың. Егер яқиның соға жетсе. Біз қашан күнә жасаймыз? Ұмытып кеткен кезде. Әлгі нәрсе есімізге түспей кеткен кезде. Базарда алысып жұлысып жүресің, содан бір өтеді, асырдың уақыты кірді ғой, оқып алса, асыр ма еді деп сол кезде есіңе түседі, асыр екендігі. Еңді намазының уақыты сонда есіңе түседі, әлгі жұлынып жүрген кезде. Адам олай болмау керек. Әрдайым не болу керек? Алланың бақылауында болғандығын әрдайым сезініп жүруі қажет. Енді бұл кісі не айтып жатыр? Маған қиямет жайында айтшы деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген сұралған сұраушыдан артық білмейді деген. Сондықтан кісі егер бір нәрсе сұралса, мен білмеймін деген нәрседен намыстанбау керек. Шынымен білмесе. Абдулла ибн Омар айтады, Омардың баласы айтады, ғылым үшеу уақ дейді. Құран, сүннет және мен білмеймін деген сөз. Я айтсаң Құран айт, болмасаң сүннет айт, болмасаң аузыңа ие бол. Мен білмеймін деп айт. Мен білмеймін дегеннің өзі білім. Мен білмеймін дегеннің өзі. Сондықтан пайғамбарымыз білмейтін нәрсесін мен білмеймін деп айтқан. Енді мынандай сұрақ бар. Жибрил бұның бәрін біледі ғой. Неменеге сұрап отыр? Ғалымдар айтады, Жибрил басқаларға үйрету үшін келіп отыр. Сол үшін Алла не дейді? Бұл Жибрил еді, сендерге діндеріңді үйрету үшін келді деп отыр. Сондықтан өзің сұрақты біліп отырсаң да, басқаларға пайдасы тиетіндігін білсең, сол сұрақты қоюға болады.
Негізінде жауабын біліп отырсаң, сұраудың қажеті жоқ негізінде. Бірақ көпшілікпен отырған кезде, көпшілік оны білмейді деп көзің жетсе, сол нәрсе не қылуға болады? Сұрауға болады. Себебі Жебірейіл біліп тұрып не істеген? Сұраған. Басқаларға не үшін? Үйрету үшін. Енді айттық, исламның сыртқы 5 шарты бар, ішкі 6 шарты бар. Енді бұл әлгі сырт пен ішті біріктіріп тұратын нәрсе ихсан, көпір. Түсіндіңіз бе? Жүрегіңізге иман отырды, енді сол сырттағы іс-әрекетіңізді байқау керек, соның арасын ұстап тұратын не әлгі? Көпір, ихсан. Сондықтан біздің істейтін ісіміздің көпшілігі әлгі ихсан дәрежесіне қол жеткізуге не істеуіміз керек? Тырысуымыз керек. Егер оған қолымыз жетсе, құлшылығымыздың бәрі не болады? Ішіміз бен сыртымыз тең болады. Ішіміз бен сыртымыз тең болады. Сол үшін біздің кейбір ғалымдарымыз былай не дейді? Сен не бол дейді? Ішің қандай болса, сыртың не болсын? Дәл сондай болсын. Сол үшін кейбір ғалымдарымыз айтады, мен қаншама киім көрдім, ішінде адамы жоқ, қаншама адам көрдім, үстінде киімі жоқ. Қаншама киім көрдім, ішінде адам жоқ. Қаншама адам көрдім, үстінде несі жоқ? Киімі жоқ. Айтқысы келіп отырғанын түсіндіңіз бе? Себеп әлгі іші мен сырты не болу керек? Адамның тең болу керек. Іші мен сырты. Себебі Алла бәрібір не істейді? Ішіңде де біледі, сыртыңды да біледі. Екеуіне лайықты несін береді? Сыйын яки жазасын береді. Енді бұл адам не деген? Маған онда белгісін айтшы деген. Пайғамбарымыз не деген? Әйел адам өзінің қожайын тудырады. Тура біздің заманда айтып тұр. Негізінде біздің заманда айтып тұр. Негізінде бұрынғылар ата-анасын не істейтін болған? Қатты құрметтейтін болған. Ешкім дауыс көтеріп сөйлемейтін болған. Мысалы біз анамызға бір ақыл айтса не деп айтамыз? Ең күшті сөз мам қойшы дейсің, қойшы деп айтасың. Несе не дейсің? Өзің білем, оны қойшы, су әкеле салшы деп айтасың. Сен үйте салшы, сен бүйте салшы деп айтасың. Негізінде көз жеткізіп қарайтын болсаң, үйте салшы, бүйте салшы деп айтатын адамды бастық айтады негіз. Сол үшін пайғамбар не деп жатыр? Әйел өзінің қожайын туады дейді. Әйел өзінің қожайын өзі туады. Оған қожайын болып не қысылатын? Бұйрық жүргізетін. Түсіндіңіз бе? Сондықтан өзіміздің әке-шешеміз не қылайық? Қадірін біліп жүрейік. Себебі әке-шешеміз біздің жәннатқа кіруіміздің ең соңғы виза. Пайғамбарымыз деген әке-шешесінің біреуі яки екеуі тірі бола тұра жәннатта кіре алмаған кісінің мұрны жер сүрсін деген. Әке-шешесінің екеуі яки біреуі тірі бола тұра жәннатқа кіре алмаған адамның мұрны жер сүрсін. Сондықтан әке-шешенің разылығы бала шағаның разылығынан, әсіресе шашы ұзын жаныңызда жүргеннің разылығынан жоғары тұру керек. Жоғары тұру керек. Бірақ заман не істеген кез? Керісінше болып кеткен. Әлгі кейіннен қосылғандар көзге ыстық көрінеді. Бұрыннан жүргеннен емес. Бұл не? Негізінде біздің ең үлкен қасіретіміз. Негізінде әйелдер де ұқпайды. Сен де ертең ана боласың ғой. Сен байыңа істегенде балаңа келін істемейді деп ойлайсың ба? Сенің істегеніңді келінің істемейді деп ойлайсың ба? Жоқ, сенің жаның оның жанынан артық бет. Немесе басқа бір нең бар еді?
артықшылығың бармайды. Мына Омардың баласы Абдулла не деген дейді? Бір әйелді алған. Омар не деген дейді? Абдулланы шақырып, ол әйелді таста деген. Абдулла не деген? Неге тастаймын деген? Тастамаймын деген. Содан кейін пайғамбарымыз барып айтқан, ана Абдуллаға айттым мен, тастамайды деген. Пайғамбарымыз Абдулланы шақырып алған. Не деген? Омар саған айтты ма таста деген? Иә айтты деген. Онда таста деген. Енді мынандай сұрақ бар. Бәрін тастай беру керек пе енді? Таста десе? Әкеңнің айтқанын тыңдау үшін Омардай әділ болу керек та. Шай қайнамай қалды, немесе тағы басқа бір нәрсе болды, таста мынау емес. Сылтау әжептәуір айтатындай не болу керек? Сылтау себеп болуы керек. Сондықтан әке шешемізді көзі тірісіне естейік, бағалайық. Бағалайық. Одан кейінгісіне айтып отыр пайғамбарымыз, жалаң аяқ, жалаң бас, қой бағып жүргендер не істейді дейді? Ғимарат салуда жарысады дейді. Ғимарат салуда жарысады. Бұл екінші белгісі. Қазір жарысып жатырмыз ба? Жарысып жатырмыз ғой. Жарысып жатырмыз, иә, салып жарысып жатырмыз. Арабтар анау 825 тұрып тастады. 825 метр. Иә, біреулер 1000-ға салайын деп жатыр. Саудияда, Жиддеде салайын деп жатыр. 1 километр қылып салайын деп жатыр. 1000 метр. Ана қазақша айтқанда тақияң түседі дегендей, қарағанда тақияң түседі. Түсінікті? Енді біздің кейбір ғалымдарымыз бұл хадистерге сүйеніп не деген? Бұндай нәрселерді салуға болмайды деген. Себебі не? Қияметтің белгілері деп айтқан. Кейбір ғалымдарымыз айтқан жоқ деген. Сала беруге болады деген. Хадистің түкке оған қатысы жоқ. Хадистің оған тыйым салуға қатысы жоқ. Себеп? Жоқ. Әйел адам несін туады деп жатырық? Қожайын туады. Онда әйел бала тумасын онда. Деген нәрсе шығады. Онда әйел адамдар баласын еғмасын, дүниеге сәбия келмесін деген нәрсе шығады. Бұл нәрсе не емес? Дұрыс емес. Пайғамбарымыз бар болған тыйым салып жатқан жоқ. Осындай нәрселердің болатындығын айтып жатыр, бар болған. Белгілерін айтып жатыр. Иә. Түсінікті? Тек соны ғана айтып жатыр. Кейін әлгі адам жүріп кетті дейді. Омар, мен жәнде қалып қойдым біраз уақыт. Кейін менен сұрады. Кім деп сұрады? Ол да не деп айттым дейді? Мен Алла мен оның пайғамбары біледі деп айттым. Қараңыз, адам білмейтін мәселе болатығын болса, ғайби мәселе болатығын болса, ғайби. Бұл ғайып біз. Кім екендігі не қылмайды? Білмегендіктен Омар не деп айтқан? Алла мен оның пайғамбары дұрысырақ біледі деген. Сахабалар қандай да бір істі білмейтін болса, оны Алла мен оның пайғамбары біледі деп айтатын болған. Бұл дұрыс. Себебі кім? Ортада пайғамбарың бар, Алладан түсіп жатқан не бар? Аят бар. Сол кезде сен не деп айтасың? Алла мен оның пайғамбары дұрыс деп, дұрысырағын біледі деп айтасың. Мына сөз біздің жамағаттың арасында мода болып кеткен. Біреуге бір хадис айтып тұрсаң, Аллаху алям дейді, ондай хадистің бар екен. Сен оған хадис айтып тұрсаң, ол не дейді? Аллаху алям. Әжептәуір хадис айтып жатсың сен оған. Ол оны білмейді. Не дейді? Саған сенбейді, не дейді? Аллаху алям дейді, ондай хадистің бар екендігіне. Ей, ақымақ. Аллаху алям емес, мен білмейді екем деп айтсайшы. Қайдағы Аллаху алям ме? Қиямет туралы жатқан жоқпыз ғой, қашан болатындығын. Нақты бір мәселе айтып жатырмыз, нақты бір хадис айтып жатырмыз, нақты бір фикх кітаптан айтып жатырмыз. Сондықтан Аллаху алям емес, мен білмейді екенмін деп айт. Бұл қашан айтылады, бұл Аллаху алям? Қиямет қашан болады? Аллаху алям. Исрафил қашан үрлейді екен? Аллаху алям. Ал енді фикхи бір мәселеде оның үкімі қандай екен? Аллаху алям деп айта алмайсың, Оның үкімі бар. Бар болған сен не қылмағасын оны? Оқымағасын. Одан да не деп айт? Білмейді екенмін деп айт. Болды, құтыласың сонымен. Аллаху алям деп әлгі ғалым сияқты болмай қой. Ол ғалымдардың айтатын сөз.
бүкіл мәселені талқылайды, бүкіл хадистерін айтады, соны үкімін шығарады, соны не дейді? Біздің қол жеткізгеніміз осы, енді шамамыздың жеткені дұрысын Алла біледі деп айтады. Сен отырып алып не дейсің? Бар нәрсені Аллаху алям деп айтасың. Бұл нәрсе дұрыс емес. Одан кейін не дейді? Бұл сендерге келген Жибрил еді, ол сендерге не үйретуге келді? Сендерге діндеріңді үйретуге келді деп айтып жатыр. Демек, осы 13 нәрсе не екен? Дін екен. 5-еу сыртында, 6-ау ішінде. Алла көріп тұр, немесе ол мен Алланы көріп тұрмын, немесе ол мені көріп тұр деп құлшылық нәрсе ету қанша екен? 13 екен. Осының барлығы, құрметті жамағат, дін екен. Енді бұдан басқасын Алла сұрай ма, сұрамай ма? Деген әңгіме бар. Бұдан басқасын. Бұл ең бастысы. Кімде-кімнің бойында бұл қасиет болса, сырты түгел, іші түгел, ихсаны түгел болса, бұл адам тозаққа кірмейді. Гарантиясы бар адам. Бұл адам неге кіреді? Жәннатқа кіреді. Сондықтан сақал қою парыз деген әңгімені айтпа. Исламда 11-ге қос. Жаңа бір нәрселерді қоспа мына жақтан. Түсіндіңіз бе? Сол үшін ғалымдар сүннет деген оны. Исламның шарты деп айтпа. Иманның шарты деп айтпа. Исламның шарты не? Белгілі. Иманның шарты белгілі. Ихсанның не екендігі белгілі. Одан басқа нелерді сен неғыма? Тағы басқа бір нәрселерді? Үкімі парыз болмаған нәрсе, жоқ, үкімі парыз ет деп неғыма? Бұлардың үстіне барып қоспа, бұл дұрыс емес. Сұрақтарыңыздар ма? Сұрақ. Ата-анаға байланысты. Мысалы бір ата-аналар болады, әкелік көбінесе. Мен өзім өмірімізде де болған нәрсе. Намаз оқиды қазір баласы. Мысалы, баяғы ішіп не қылып, баласын ұрған уақытлар бар, даже пышақта қап, сондай дәрежеге барған уақыты болғанда баласына. Енді сол әке, сол пышақта қаған уақытында ұрып қойған білмейді, әкесін ұрып қойған білмей кетіп қалған, бала қашып. Жылап неған. Сонда енді біреулер айтады, әкесі қарға салған адам деп айтқанда негізі. Әкең қарға салған адам деп айтқан. Сонда баласына не күнә деймін да, әкесі қарға салған, балаң саған оны қайтарады деп. Ол қайтарып жатыр, әкесін ұрған. Түсінесіз? Түсінген жоқ. Әкесі әкесіне жасаған болып тұр ғой. Әкесіне жасаған болып. Әкесі кезінде әкесіне жасаған. Сол қайтып келіп жатыр алдыма. Енді соны баласы жасап отыр өзінің әкесіне. Сонда ана балада не күнә деймін да? Баласы намаздан, әкесі шет. Намазға бір күні намаз оқып болса, баласына пышақ таққан, баласы әкесін ұрған. Баласы әкесін ұрған. Бірақ ол ұрған әкенің де өзі әкесін ұрған уақытында. Кезінде ұрған. Қараңыз. Әке қайтарып отыр дейді ғой. Жоқ, олай емес. Андағы дұрыс емес. Андағы дұрыс емес. Түсініп отырсыз ба? Мен әкем тракторист болсам, мен де тракторист боламын деген әңгіме. Дұрыс емес. Жоқ. Қарғыс деген әңгіме рас бар. Бірақ негізгі көзқарас бізде шариғатта әркім күнәсін өзі көтереді. Әркімнің өзінің. Бірақ әкесін ұрғандығы бәрі дұрыс емес. Түсініп отырсыз ба? Бізде тіпті шариғатта әкесі баласын өлтіріп қойса, әкесі жазаға тартылмайды. Түсіндіңіз ба? Әкесі баласын өлтіріп қойса. Керісінше болса төлейді. Дүниеге келуіне себеп сол. Дұрыс, ана пышақ тақығандығы, намаз оқытпай қойғандығы, ішкендігі ол бөлек әңгіме. Бірақ ол ұрылуға лайық дегенді білдірмейді. Түсіндіңіз ба? Бәрі дұрыс емес. Ана кісі айтып отыр ғой, қазақ әдемі айтқан. Әке шешеңіз жанды болса, байлап бақ деген. Қазақ бір ауыз сөзбен шешкен. Ұстаз, бір сұрақ бар.
Жаңа имам Муфассалда бағана айтқан алпамыз бар ғой, иманның шарттары. Иә. Жетіншісі бар ғой енді. Өлгеннен соң қой адам тіріледі. Жоқ, ол бар, ол да бар. Өл бақсымаудан мәу. Жоқ, ол жаңағы қиямет күніне иман келтіру деген ішіне кіріп кетеді. Соған кіре ма? Кіріп кетеді. Онда біз неге жетеу деп айтпаймыз? Кітапта солай ғой енді. Жоқ, ол кейбір кітаптарда біздің имамдарымыз жетеу деп соны атап көрсеткенде түсінікті болу үшін. Негізінде бұл жаңағы қиямет күніне иман келтіру дегеннің ішіне кіріп кетеді. Иә, соның ішіндегі ең үлкен. Бағана біз 40 парыз, мұсылманның 40 парыз дейміз ғой қазақша, жаңағы бесеу исламда, жетеуі иманда, 12 намазда бәрін келіп 40. Әйтпесе мынау жетеу болмаса 39 болады ғой. Жоқ, ол да дұрыс. Ол дұрыс. Ол былай ғой. Сөздің қолдануына байланысты. Мысалы қараңыз, біз не дейміз? Қазақ емес, қазақ домбыра. Иә. Қадыр Мырза дейді. Иә. Домбыра қазақ па? Жоқ. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сөздің қолдануына байланысты. Түсіндіңіз ба? Әлгі жетеуді маңыздылығын көрсету үшін айтқан. Өлімнен кейін қайта тірілетіндігінің ең маңызды болғандықтан әлгі қияметтегі істердің ішіндегі соны не қылған? Ашып көрсеткен. Түсініп жатсыз ба? Мысалы, Алла Тағала Құран кәрімде айтады: көктен періштелер түседі қадір түнінде. Сонымен бірге Жибрил түседі деп айтады. Жибрил періште емес пе не? Періште ғой. Бірақ Жибрилді атап жатыр. Періштелерден бөлектеп атап жатыр. Біздің имамдарымыз не деген? Қияметке иман келтіріп, одан кейін өлгеннен кейін қайта тірілу. Себебі сол істегі ең бастысы сол. Өлімнен кейін қайта тірілу. Ол әшейін сөйлемнің несі? Қолдану тәсілі. Сұрақтарыңыз жоқ болса намаз оқиық. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Амин. Аллах.